Мысалы осы тұста мына бәріне көмегі тиер research gap, зерттелінбеген тұсы деп әртүрлі аударып жүрміз ғой. Соған не балама ұсынар едіңіздер? Зерттеудің ақтаңдағы Деп маған тарихшылар айтты. Мен солай үйретем студенттермен. Зерттеудің ақтаңдағы, мысалы біз тарихтың ақтаңдағы бар деп айтамыз. 86 жылы көтеріліс әлі де қазақ тарихы оқулықтарында ақтаңдақ. Сол сияқты зерттеуде де осы зерттеу ақтаңдағы. Әдеби мәдени сөз бо, тарихи сөз. Онда тұрған не бар? Бола берсін. Енді ол қайта сол өзіміздің бір ресурстан алып соны өзектендірсек. Сіз мысалы келісесіз бе ақтаңдақ деген терминге? Мен келісемін. Мысалға бізде шынымен де мына сөздікті жасағанда біздің мына халықаралық жаңа терминдарды қабылдаған кезде біздің соны қазір бірден қазақыландырып жіберуге кейбір жерде әлеуетіміз жетпеді, кейбір жерде батылымыз жетпеді, үлкендер не дейді, аға буын не дейді деген. Ал мысалға түріктердің термин жасам тәжірибесіне қарасақ, компьютер білgisayar мысалға. Олар барлық сөздерін өздерінің тілінен шығарып отыр. Біз қашамыз одан. Бұған да бір батылдық керек,